Бұл оқиға бір ғана отбасының емес, мыңдаған қазақ отбасыларының тағдырына ұқсас. Қала мен ауылдың ортасында қалған, үлкендердің сөзімен жас отбасының арманы бір-біріне сыймай қалған тағдыр жайлы әңгіме. Оның аты Айдос, ол қалада жұмыс істейді, ал әйелі Айсұлу 4 баламен ауылда ата-енесінің қолында тұрады. Басында бәрі уақытша сияқты еді. Айдос пен Айсұлу бірін-бірі шын сүйіп қосылды. Айдос қалада оқыды, кейін жұмысқа тұрды. Айсұлу ауылдың тәрбиесін көрген сабырлы балажан қыз. Үйленгенде ата-енесі әуелі ауылда тұра тұрсын, аяқтан тұрып алайық, кейін қалаға бірге көшесіңдер деді. Айсұлу келін болып түсті. Алғашқы жылы бәрі жақсы болды. Бірінші бала, сосын екінші бала дүниеге келді. Айдос қалаға барып ақша табады. Айына 1-2 рет келеді. Телефонмен сөйлесіп сағынышын басады. Айсұлу сол кезде бәрі түзелер, бір күні бәріміз бірге боламыз деп өз-өзін жұбататын еді. Жылдар өтті, балалар көбейді. Айсұлу 4 баланың анасы болды. Ауылдағы өмір жеңіл емес еді. Таңнан кешке дейін үй жұмысы, мал, қазан, кір, үй тірлігі, балалардың жыласы, ата-ененің көзқарасы. Енесі жиі айтатын: біз де осылай тұрғанбыз, шыдадық, сен де шыда деп. Ал Айсұлу қалаға кеткісі келетінін айтқанда: балаларды қайда апарасың? Қалада өмір қымбат, ұлым ақша тауып жүр, сен соны бағала дейтін. Айдос та шешесіне қарсы сөз айта алмады. Қалада Айдос басқа өмір сүрді. Жұмыс, әріптес, дамып жатқан орта. Кейде мен де қалада әйеліммен, балалармен бірге тұрсам ғой деп ойлайтын. Бірақ әр телефон соққан сайын анасының реніші, әкесінің ақылы, әлі ерте деген сөздер оны тоқтататын. Ал ауылда Айсұлу жалғыз еді. Кешке балаларды ұйықтатқан соң үнсіз жылайтын: мен де әйелімін ғой, менің де жаным ауырады ғой деп. Бірақ оны еститін ешкім жоқ еді. Реніш бір күнде жиналмайды. Ол айтылмаған сөзден, қорғамаған күйеуден, түсінбеген ата-енеден жиналады. Айсұлу бір күні: Айдос, мен шаршадым, балалармен қалаға кетейік деді. Айдос үнсіз қалды. Бұл үнсіздік ең ауыр жауап еді. Сол сәтте Айсұлудың жүрегінде бір нәрсе сынып түсті. Ата-енесі соңғы сөзін айтты: келін ауылда тұрады, ол қалада жұмыс істейді, біз бұлай дұрыс деп санаймыз деді. Олар өз ақылын берді, бірақ келіннің жанын сұрамады. Айдос тағы да үндемеді. Сол үнсіздік отбасын екіге бөлді. Айдос барған сайын сирек келетін болды. Айсұлу бұрынғыдай күле алмайтын. Балалар әкем қашан келеді деп сұрайтын. Ал анасы не дерін білмейтін. Бір күні Айсұлу: мен бұлай өмір сүре алмаймын деді. Мен кетемін деген сөз емес еді. Бұл ішкі жан айқай еді. Уақыт өтті, түсінбеушіліктер көбейді, сағыныш суып кетті, аралары суыды. Айдос пен Айсұлу бір-біріне бөтен адамдай болып кетті. Отбасы бірге өмір сүрмесе, тек аты ғана қалатынын сол кезде ұқты. Ақыры олардың арасы, отбасы шайқалды. Бұл оқиғада жаман ата-ене жоқ, жаман келін жоқ, бірақ тыңдалмаған жүрек бар. Егер сол кезде Айдос батыл болғанда, ата-ене келіннің жанын түсінгенде, отбасы бірге тұрғанында, бәлкім бәрі басқаша болар ма еді? Бұл әңгіме кінә тағу үшін емес, бұл ойлану үшін. Отбасы бір шаңырақта, бір жүректе өмір сүргенде ғана сақталады. Осымен достар, біздің оқиғамыз, әңгімеміз аяқталды. Сіздердің осы оқиғаға қатысты пікірлеріңіз бар болса, комментарийде жаза кетіңіздер. Сіздердің ойларыңызша отбасының шайқалуына не себеп болды? Кім қалай жасау керек еді? Соны комментарийде өзіңіздің пікіріңізбен бөлісе кетіңіз. Видеоға лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар достар.